Сәлем достар! Қазіргі таңда ел арасында жарқанаттың ұясын өте қымбатқа сатып алады деген әңгіме таралуда. Бірақ оны кім және не мақсатпен керек қылғандығын ешқайсысы дөп басып айта алмайды. Бірі одан обырға қарсы дәрі жасайды екен десе, енді бірі адам ағзасын жасартуға септігі бар екен деп тұспалдайды. Сіздермен факт арнасы. Бүгінгі видеоролигімізде жарқанаттың ұясы, яғни Амрита Кокон жайлы шындықты жеткізетін боламыз. Жақтың ба? Так, бүгін 6 январ 2019 жыл, Оңтүстік Қазақстан облысы Қазығұрт ауданы. Бүгінгі жарқанаттың ұясын көптен бері іздеп жүрміз. Соны бүгін таптық, алып келдік. Енді соны өздеріңізге анық-қанығын білу үшін эксперимент жасап тексеріп көрейік. Бірінші, қазір қолдағы алтын жүзік. Осыны алтынды жақындатсаң, өзіңе қарай тартады деген несі бар еді. Соны тексеріп көрдік. Міне алтынды бейт жақындатып отырмыз. Действительно, міне көріп тұрғандарыңыздай қимылдап міне жақындап отыр. Егер алтынды алсам бұлай, уже тоқтауым бірдесінен басады. Интернет желісінде осындай видеороликтер қаптап жүр. Сонымен қатар, қазіргі қазақ ютубындегі танымал арналардың бірі Пазл арнасының мына бір видеодағы сөзіне келіспеймін. Амрита Кокон деген үңгірлерде мекен ететін жарқанаттардың ұясы. Бұлай айтуымның себебі, қазіргі таңда биолог ғалымдардың айтуы бойынша жарқанаттың ұясы болмайды. Олар тышқан тектес болғандықтан, балаларын тышқан секілді тірі туады. Летучие мыши, гнезд. Жарғанаттың ұясын тапқан адамға бірден Нобель сыйлығын ұсынуға болар. Себебі жарғанат ұя салмайды. Ол кәдімгі тышқан секілді ағаштың қуыстарында, шатырдың астында үңгірлерде өмір сүреді. Ол баласын кәдімгі тышқан секілді тірі туады. Төлі анасына жармасып алады. Бір айдан соң өзі де ұшады. Ал мынау видеодағы кокон бұл тропикалық араның ұясы. Ал енді бір видеодағы кокондарда аферистер лай саздан жасап алған. Алданып қалмаңыздар, жарғанатты ұя болмайды. Ал қазір интернет желісіндегі таралған көптеген видеолардағы ұя бұл құрқылтай деген құстың ұясы болып шықты. Ендігі көктемнен бастап осындай әдемі құрқылтай атты құсты көрмеуіміз де мүмкін. Оған себеп бұл құстың ұяларының жаппай жойылуы. Ендігі кезекте оның ішіндегі сұйықтық туралы шындыққа көз жеткіземіз. Қою қанға ұқсайтын бұл қоймалжың сұйықтық адам баласының қатерлі іске, сонымен қатар адам баласын жасартатын құдіреті бар екенміз. Тіпті бұл сұйықтықты көптеген мемлекеттердің беделді адамдары, президенттері ішеді деген қаңқу сөз есіп жүр. Тіпті халықты сендіру үшін неше түрлі тәжірибе жасап интернет желісіне жүктеп жатыр. Халықты дүрліктіріп жүрген мына бір видеодағы сұйықтық бұл баланың ойыншығы. Вот, раковая опухоль. Мы тоже продаем. Да. Она напихивается. А есть еще вот такая магнитная штучка. Вот она внутри. Толығырақ айтқанда, слайм деп аталатын магниттік сұйықтық. Бұндай сұйықтықты тіпті үйде де жасап алуға болады. Магнит тасын ұнтақтап, оған кішкене май қосып жіберсеңіз, осындай бір қоймалжың сұйықтыққа айналады. Оған кез келген темірді жақындататын болсаңыз, пішінін өзгертіп, темірге қарай жақындайтын болады. Ал ендігі кезекте, бұндай хабарламаны таратудың қандай қажеті бар екен деген сұрақ туындауы мүмкін. Бұл бір 5-6 адамнан құралған алаяқтық топ болуы мүмкін. Біріншіден, ол алаяқтар интернет желісіне мынандай хабарламалар тастайды. Мен жарқанаттың ұясын $5,000 $250,000 дейін сатып аламын. Бұндай хабарламаға халық бірден сені қоймайды. Ендігі кезекте видео дәлел түсіру. Міне мен жарқанаттың ұясын сатып келдім деп қыруар ақшаның көзін көрсетіп видеоролик түсіреді және де оны интернет желісіне жолдайды. Бұл видеороликті көрген халық ол хабарламаға сене бастайды. Ал жұрт болса жабылып жарқанаттың ұясын іздей бастайды.
Бірақтан белгілі бір себептермен ол ұяны таппайды. Осы кезде алаяқтар іске көшеді. Жарқанаттың ұясын тез арада ақша керек болып жатыр, арзан бағада сатамын деп хабарлама жариялайды. Бұны көрген аңқау халық оны жаппай сатып ала бастайды. Ал соңында сол сатып алған ұяны ешкімге сата алмай, не ақшасынан айырылып құр қолға алады. Бұның бәрі алаяқтардың ұйымдастырған айласы. Бұл жайт тіпті жарқанаттардың жойылып кетуіне де алып келуі мүмкін. Қыс мезгілінде жарқанаттар шырт ұйқыда жатады. Ал ол оянып кететін болса, қайта ұйықтай алмайды, сөйтіп қыстың ызғарына шыдай алмай үсіп өледі. Ал жарқанаттардың адам баласына деген пайдасы зор. Ол безгек, сонымен қатар осындай қауіпті аурулар тарататын жәндіктермен қоректенеді. Ал жарқанаттар жойылып кететін болса, арғы жағын ойлаудың өзі қорқынышты. Видеоның соңында қорыта айтқанда ешқандай да жарқанаттың ұясы болмайды. Сонымен қатар Амрита Кокон деп аталатын сұйықтық та жоқ. Бұл жай ғана алаяқтардың айласы болып табылады. Достар, бұндай алып қашпа сөздерге сенбеңіздер. Сіздермен болған факт арнасы. Егер де видеоролик ұнаса, лайк басып, арнаға жазылуды ұмытпаймыз. Қош, сау болыңыздар.